Сәлем құрметті егіздер, наурыз айы сіз үшін динамикалық ай болмақ. Бұл кезеңде жаңа мүмкіндіктер болады. Әсіресе әлеуметтік ортамен байланысты күшейтуге, қаржы, ақша және карьера жолында жаңа белестерді бағындыруға сізде көптеген мүмкіндіктер болады. Бірақ алайда планеталық қозғалыстар күтпеген өзгерістер алып келуі мүмкін, сондықтан кез келген жағдайда дайын болу керек. Мен сіздерді алда келе жатырған наурыз мейрамымен құттықтаймын. Бұл көктемгі жаңару, татулық пен молшылық мерекесі сіздің жүрегіңізге қуаныш, өміріңізге сәттілік пен махаббат әкелсін деймін. Ал енді наурыз айының әрбір күніне тоқталып кетсек. 2 наурыз жаңа міндеттермен ретроградтық Венераның басталатын уақыты. Бұл күні сіздің жеке және әлеуметтік өміріңізге күш қуат келеді. Дегенмен сол күні күн мен Юпитер планеталарының арасында шиеленісті аспект болады. Бұл сізге жауапкершіліктеріңізді еске түсіретін уақыт. Қандай да бір нәрселерді жасамаған болсаңыз немесе аяқтамаған болсаңыз, солардың бәрі қазір есіңізге түседі. Бұл аспекті сіздің ішкі дүниеңізде жаңағы өз міндеттеріңізді айқын анықтауға көмектеседі және жауапкершілікті болуға. Яғни міндеттеріңіз егерде осыған дейін жасалмаған болса, атқармаған болсаңыз, бір нәрселерді аяқтамаған болсаңыз, қазір соның бәрі сізді кішкене есіңізге түсіп, сол жауапкершілікті басыңызға алу туралы болады. Сондай-ақ дәл сол күні Венера махаббат пен әсемділіктің планетасы өзінің ретроградтық қозғалысына кіреді. 13 сәуірге дейін жалғасады бұл. Венера сізде 11 үйде болады. 11 үй бізде достық, әлеуметтік байланыстар және қоғамдық өмір салты деп айтуға болады. Бұл сіздің жаңағы достарыңызбен және жақын адамдар арасында сізге деген ықылас пен шынайы қолдауды қайта бағалап, өз қарым-қатынастарыңыздың мәнін түсінуге мүмкіндік береді. 3 наурыз Меркурий мен жаңалықтар дәуірінің басталуы. 3 наурызда Меркурий планетасы жаңа белеске қадам басады. Ол Овен белгісіне өтіп, сіздің 11 үйіңізде отырып, достық пен қарым-қатынастар, ақпарат алмасу. Меркурий бізде коммуникация үшін жауапты, және жаңа байланыстар, жаңа таныстар болуы мүмкін. Жаңа байланыстар саласында әсіресе жарқын мүмкіндіктер ашылады. Яғни үйде отырмау керек, адамдардың қасында болу керек, мүмкін біреулер арқылы бір сізге пайдалы болатын, немесе единомышленник деп айтады ғой. Сондықтан сізге бір қолдау көрсететін адамдармен кездесуіңіз немесе танысуыңыз мүмкін. Сонымен қатар 5 наурызда, 5 және 25 наурыз. 5 наурызда Меркурий Плутон планетасымен сәтті жақсы, яғни аспект құрады. Бұл сізде 9 үй. 9 үй бізде үлкен идеялар, яғни биік идеялар, білім мен саяхаттың үйі. Сондықтан бұл күндері бастама көтеру, жаңа жобаларға қадам басу, саяхатқа шығу немесе маңызды құжаттар мәселелерде шешуді сәттілік сергіңіз болады. Сол күні сіздің ішкі ынтаңыз оянады, алдыңыздағы мақсаттарға жету жолында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізу мүмкіндігі артады. 8 наурыз қаржы мен карьерада жарқын сәттер болуы мүмкін. 8 наурызда күн мен Марс арасындағы сәтті положительный аспект сіздің қаржылық және карьералық мәселелерді қозғайды. Сіздің 2 үйіңіз, 2 үй бізде ақша үшін жауапты, әсіресе негізгі жұмыс орны болса, мысалы, сол негізгі жұмыс орындағы ақшаларға. Себебі бізде 2 планета ғой ақша үшін жауапты болатын, көбіне 2 үй және 8 үй. Бірақ 2 үй ол біз күтетін, білетін ақша, яғни жұмыс орнынан алатын зарплата демекші, жаңа жалақы сияқты. Ал 8 үй ол күтпеген ақшалар болады. Мысалы, қандай да бір налоговый, салық бойынша вычеттар болсын, немесе алименттер болсын, немесе бір сыйақылар болсын деген сияқты, премиялар, күтпеген ақша.
сегізінші наурызда сізде бұл планеталар положительный жаңағы сәтті аспект сіздің екінші үйде, личный жаңағы жеке ресурстар үйінде, және 10-шы үйіңізде болады. 10-шы үй ол бізде жаңағы карьера, жұмыс орындағы карьера немесе қоғам алдындағы бедел. Осы үйде жаңағы бонус, сыйлық немесе жағымды сөздер арқылы сізге қолдау көрсетуі мүмкін. Бұл күн өзіңізді бағалау, табыстарды мерекелеу немесе болашаққа сеніммен қараудың уақыты. Сізді қуантарлық және жігер беретін оқиғалар болады. 12 наурыз. 12 наурызда жылдық циклдың басталуы. Мақсаттарыңыз бен армандарыңызға тоқталу керек. Осы уақытта жылдық цикл күн мен Сатурнның бірлесуі шығады. Бұл сіздің 10-шы үйіңізде, жаңағы айтқандай карьера, жетістіктер, авторитет, мәртебе. Сізге үлкен мақсаттар қою, осы уақытта үлкен мақсаттар қоюға болады. Оларға жету үшін шыдамдылық пен табандылық таныту керек. Бұл күн сізге болашаққа деген үлкен жоспарларыңызды қайта қарап, өмірлік бағдарларыңызды анықтауға, не үшін еңбек ететініңіз және қандай да бір биік белестерге ұмтылатыныңызды ойлауға мүмкіндік береді. 14 наурыз, бірінші затмение, лунное затмение, айдың тұтылуы. Бұл отбасы мен үй мәселелеріне қатысты болады. 14 наурызда бізде қазір бұл сізде үй, мүлік, 4-ші үй, бұл сізде үй, мүлік және отбасы мәселелерін қамтитын, 4-ші үйде болады сізде. Бұл күні өмірлік кезеңнің есігін аша отырып, үйіңізді, отбасыңызды және өзіңізге жайлы ортаңызды қайта қарастыру, қажет болған жағдайда жаңартуға, жөндеуге немесе өзгерістер енгізуге дайын боласыз. Егер қазір осы салада жоспарлар болмаса да, осы затмение барысында жаңа идеялар, мүмкіндіктер және қажет шешімдер пайда болады. Соған құлақ тұру керек. 15 наурызда Меркурий планетасының ретроградқа өтуі. Меркурий ретроградқа өткенде біздер не істейміз? Біздер жоспарларымызды қайта қараймыз, немесе қандай да бір қателер болса, жұмыс орында болсын, жеке өмірде болсын, солар туралы ойлаймыз, оған ревизия жасаймыз, дұрыстаймыз керек жерді. Бұл күні Меркурий, яғни бағытын өзгертеді. Бұл қозғалыс 7 сәуірге дейін болады. 7 сәуірге дейін сіздің 11-ші үйде. Бұл өткен жоспарлар мен бастамаларды қайта қарау, шешілмеген мәселелерді түбегейлі қайта қарастыру, тіпті кейбір істерді жаңа қырынан бастауға мүмкіндік беретін кезең. Мүмкін сіздің қойған мақсатыңыз, бір нәрсені жасап жүрсіз, бірақ болмай жатыр деп айтайық, мүмкін басқа жолмен жүру керек шығар. Яғни тастап кетпей, немесе қойған мақсатыңызға жетем деп ары қарай жасайтын болсаңыз, мүмкін стратегияны басқа шағылып өзгерту керек шығар. Сол туралы ойлауға болады. Келесі бізде 17-24 наурыз аралығы. Бұл энергияның уақыты, шабыт келуі мүмкін. Бұл арада сіздің энергетикалық деңгейіңіз ең жоғары болатын уақыт. Күн осы кезеңде солтүстік, кармический лунный узелмен болады. Яғни Нептун, Венера және Меркурий тығыз байланыста болады осы планеталар. Бұл уақыт сізге өзіңізге деген сенімділікті арттырады. Үлкен армандар, жоспарлар іске асыруға ынталанасыз. Алайда Нептунның ықпалы кейде шешімдерге айқындық пен нақтылық әкелмеуі мүмкін. Бұл маңызды істерді бастамас бұрын барлық детальдарын мұқият талқылап, жоспарларыңызды нақтылап алыңыз. Яғни бұл арада 17-24 наурыз аралығында өте энергичный боласыз, бірақ сонымен қатар мұқият болу керек, себебі Нептун планетасы кейде шатастыруы мүмкін. Немесе асығыс бір нәрсе жасауыңыз мүмкін. 20 наурыз, бұл бізде жаңа бастаулар. 20 наурызда
күн мен түннің теңелуі, көктемгі теңдіктің мерекесі, иә, день равноденствия. Күн овен белгісіне кіреді. Бұл жаңа энергия және шабыттың қайнар көзіне айналады. Сол осы сәттен бастап табиғат оянады, жаңарулар басталады. Сол сіздің де өміріңізге оң өзгерістер әкеледі. Бұл күні болашаққа деген армандар, ұзақ мерзімді мақсаттарды ойластырып, келесі жылы қандай жетістіктерге жетуді қалайтыныңызды жоспарлайсыз. Егер де мысалы біздер айтамыз ғой, ай сайын новолуние, жаңа ай толғанда жаңа бастамалар жасауға болады деп. Яғни сізде әрбір ай сайын сондай мүмкіндік бар. Әрбір ай сайын жаңа ай туған кезде бір нәрсе бастауға, бір нәрсеге, немесе бір жаман привычкалар тастауға, иә, сондай жақсы уақыт әрбір ай сайын бар. Ал мынау бізде болатын наурыз, енді біздің жаңа жыл ғой наурыз біз үшін. Жаңа жылда бұл жаңағы ай сайын болатын новолуниядан да жақсырақ. Сондықтан осы уақытқа көңіл бөліңіз. Ары қарай 23 наурыз Венераның әсері қарым-қатынастар мен әлеуметтік өзгерістерге болады. 23 наурызда күн мен Венера бұл кезде ретроградтық болады, және сіздің 11-ші үйде. 11-ші үй бізде жаңағы күн қарым-қатынастарға, достықты жаңғырту, немесе бұрынғы таныстармен қайта қосылуыңыз мүмкін, немесе мүмкін бұрынғы болған махаббатыңыз қайтып келуі мүмкін деген сияқты, және өзгелердің ықыласына бөлінесіз. Сонымен қатар осы күн қабылданған маңызды шешімдердің нәтижелерін келесі 4 жыл ішінде толық сезіне аласыз. Бұл Венераның жаңағы ұзақ мерзімді 8 жылдық циклын еске салады. Яғни, тағы да қайталаймын, осы күні 23 наурыз қабылданған маңызды шешімдердің нәтижелері келесі алда келе жатырған 4 жылдан 8 жылға дейін сол циклда көре аласыз нәтижені. Сондықтан дұрыстап қазір дұрыс мақсаттар қойып, дұрыс бастаулар жасаңыз. 27 наурыз бұл черная луна, қара ай, Лилит. Бұл бізде тұрмыстық мәселелер мен денсаулыққа көңіл бөлу уақыты болады. Себебі черная луна сізде егіздер 6-шы үйде болады. 6-шы үй бізде ол денсаулықтың үйі. Тұрмыс, күнделікті өмір, денсаулық үйіне өтеді. Бұл кезеңде тұрмыстық мәселелер, жұмыс орындағы кішігірім мүмкін, қалай айтсам, кішкентай бір шатасулар болуы мүмкін, немесе күтпеген қиындықтар болып қалуы мүмкін. Дегенмен бұл уақыт сіздің әдет ғұрыптарыңызды, жаңағы айтқандай привычкалар, денсаулығыңызды және жеке кеңістігіңізді қайта қарап жақсартуға ынталандырады. Мүмкін ішу, темекі шегу, немесе бір қандай да бір еріншектік әдет ғұрыптарыңыз болса, солардың бәрін тастап, қазір жаңа өмір бастауға, жаңа әдет ғұрып құруға жақсы уақыт. Жұмыста тәртіппен, жұмыстағы тәртіп, немесе үйлеріңіздегі тазалық, немесе бір үйде мүмкін жаңағы үйдің ішін тек қана жинастырып қоймай, мүмкін сіз жаңа мебель заказ бересіз, немесе бір организация деп айтады ғой, соны жасағанда сол сіздің жаңағы көңіл күйіңізге, немесе энергия келуі мүмкін, көңіл күйіңізге әсерін тигізіп, және денсаулыққа деген мұқият қадағалау болашақта үлкен пайда әкеледі. 24 наурыз айтылған жоқты. 24 наурызда тағы да затмение бар, ол күндізгі затмение. Бұл уақытта 24 наурыз сіздің 11-ші үйде орын алады. Күндізгі затмение бұл жаңа бастамалар мен жаңару кезеңінің белгісі. Сізге алдыңыздағы жолды қайта анықтап, жаңа идеялар мен жобаларға сеніммен қадам басуға көмектеседі. Бұл затмение сіздің қоғам алдындағы беделіңізді арттырады, жаңа достық пен ынтымақтастық мүмкіндіктерін ашады. Келесі 30 наурыз айдың соңы, бұл Нептунның тарихи транзиті болады. Жаңа идеология және болашаққа көзқарас деп айтуға болады. Тарихқа енетін ерекше оқиға бұл кезде Нептун планетасының 165 жылда бір рет өзінің орнын ауыстыратыны.
бұл кезде ол овен белгісіне кіріп сіздің 11-ші үйде болады. Бұл болашаққа қатысты және идеология мен арманды бейнелейді. Нептун ол идеалдар планетасы, сенім, армандардың планетасы. Оның бұл транзиті сізге жаңа үміт беруі мүмкін, шабыт беруі мүмкін және мақсаттарға жетуде батыл қадам басуға мүмкіндік беруі мүмкін. Бұл транзит 2038 жылға дейін созылады. Сіздің болашаққа көзқарасыңызды, қоғамдық қарым-қатынастарыңызды және армандарыңызды жаңа деңгейге көтереді. Нептун планетасы ол негізі балықтар белгісінің планетасы. Сондықтан егерде сіздің қасыңызда жаңағы айтылған мақсаттар қойғанда немесе жаңа жоба бастағыңыз келсе, сізді қолдайтын адамдардың арасында ол үйдегі адамдар болсын, немесе достарыңыз болсын, немесе жұмыс орнындағы адамдар болса, солардың ішінде балықтар, рыбы белгісіне жататын, мысалы достар немесе құрбыларыңыз болса, немесе үй ішінде мүмкін партнер, бұл одан да көбірек энергия аласыз егер осындай адам қасыңызда болса. Себебі Нептун сол балықтар белгісінің планетасы болады. Қорытындылайтын болсақ, наурыз айы сіз үшін әрбір күнде де жаңа мүмкіндіктер болады, жаңғыру сәттері, жаңағы жарқын кезең қазір сіз үшін. Өзіңізге сенімділік арттыру керек, жігер болу керек. Сізге жігер беретін планеталар қазір көп. Марс планетасы сізге энергия береді. Ретроградты қозғалыстарда жаңағы жоғарыда айтылып кеткен кішкене мұқият болу керек, асықпай. Қазір әрекет етуден бұрын дұрыс пландау маңызды бұл айда. Дұрыс пландау, кәдімгі бір айдың өзін. Себебі наурыз айы бізде сол жыл басталатын ай деп айтуға болады. Сондықтан қазір бір айдың өзін асықпай, дұрыс стратегия жасап, дұрыс пландауға болады. Сондықтан бұл астрологиялық болжам сізге оптимизм әкелсін деймін, қуанышпен қарсы алыңыз. Достарыңыз бен жақындарыңыздың қолдауымен әрбір жаңа күн сізге мейірім мен табыс әкелсін деймін. Бұл жұлдыз жорамал сіздің күн белгісі, яғни солнечный знак близнецы егіздер бойынша жасалған. Дәл әрі толық ақпарат алу үшін асцендент белгіңіз бойынша да прогнозды қарап кетіңіз. Өзіңіздің асцендент белгіні табу үшін осы видеоның астында асцендент туралы видеоға сілтеме бар. Соған өтіп немесе арнадан өзіңізге табуыңызға болады. Мен сіздерге сәттілік тілеймін, егіздер. Тағы да кездескенше.